Бүгінгі видеода мен қарындасыма қорқынышты пранк ұстаймын. Алдында соңғы бөлімі деп айтып едім, бірақ та қарындасымның мына сөзінен кейін ойланып қалдым. Қайдағы өтірік нәрсемен бізді қорқытасыз ғой. Осы жолы оны түнгі орманға апарып қорқытайын деп шештім. Видеоның жалғасы тез шықсын десеңіздер 3000 лайк немесе 121 000 подписчик жинап тастайық. Видео өте керемет болды, еңбегін бағалап. Астыда қызыл кнопка подписаться болса міндетті түрде бас кет, ал біз видеоны бастаймыз. Йо-йо, барлықтарыңа сәлем достар, сендер мәдетеге мен Ерда, және де бүгін мен қарындасыма қорқынышты пранктың 4-ші бөлімін түсірейін деп тұрмын. Білесіздер, не үшін, қандай себептен екенін. Короче, енді мен қазір далада тұрмын, көріп тұрғандарыңызға, қазір ровно сағат 12:00 болды бар ғой. И қазір, қарындастарым әлі ұйықтамады. Енді мен оларға пранк ұстап көретін боламын. Ал пранктың планын қазір сендерге дұрыстап түсіндіретін боламын. Кеттік. В общем, мынаны үй, мынаны орман деп алатын болсақ, в общем, орманға мен ертеден бір қара пакетті және де колонканы сояққа тастап кететін боламын. Потом барып үйдің ішінде біз өтірік дух шақырған сияқты бір бәле қыламын, типа Аяз ата сыйлық алып келіп беретін Аяз атаның духын шақырамыз, анау мынау деймін. Потом барып оларды бір бәле қылып далаға алып шығамыз, сосын барып ана орманға барғанда, в общем, ана колонкадан музыканы қосып, и ана қара пакетті көрсетіп, айтып бүйтіп қорқытатын боламын. Короче, ол қарындастарым келеді, сосын барып сол микрофонға өлеңді қосып қалатын боламын. Ойлаңыздаршы, далада еще микрофон дауыс айта алмаймын. Короче, сіздер лайк бас каналға жазылып отырыңыздар, ал кеттік. Давайте, жүріңдер төбеге. Бұл сол қандай болды, білесіңдер ма? Қандай? Аяз ата сыйлық алып келетін Аяз ата. Бізге егер оны дұрыс шақырса, ол бізге сыйлық алып келіп береді. Не жегің келеді? Чипсы, твикс жегің келеді ма? Сен шекерашки деген сияқты жегің келеді ма? Онда қазір осыны шақырамыз, сосын ол келіп бізге зат алып келіп береді. Егер де оны дұрыс шақырмаса, ол басқа нәрсе алып келеді. Бірақ та қорқпаймыз, бүгін дұрыс шақырамыз деп ойлаймыз, әрине. Так, мына затты олай қояйық. Так. Опана деп от жағамыз, міне, әдемі болды. Бізге бір ғана от керек. Енді бізге мынандай бір қағаз керек, тура мынаны жанына бүйтіп қою керек. Сосын барып бұған Санта. ағылшынша дұрыс Санта деп жазамыз. О, міне, Санта деп жазсақ. Енді подарка деген қандай білесіңдер ма? Мен ағылшын курстан өткен, бірақтан. Гиф. Ая, гиф. Так, гиф деген жазсақ. Короче, осылай жазылып, не көрдіңдер ма? Не сөз білесіңдер ма? Уже қабылдады деген сөз. Ол мынадан шықты ғой? Короче, осыдан бүйтіп немене қылып отырады. Егер бұған танбаса, онда ол қабылдамады деген сөз. А егер танса, уже қабылдады деген сөз. Енді бұны бүйтеміз. Не? Бүйтіп қабылдады ғой ол, бүйтіп суын тамызамыз үстіне. Қабылдаса сөйтеміз ба не? Қабылдады. Қабылдады ғой, енді бір ритуалын жасаймыз бүйтіп. Не болды, Аяна? Аяна, не болды? Құлағым жоқ. Шашыңда бөлі. Шашыңда бөлі? Шашың күйдір жүрген салдық. Так, енді бүйтіп мынаның үстіне қоя саламыз. Мынаны алынды ғой, Так, қат қалды, жоқ, қат қалды. Ой, ыстық қой. Қолым қадейді. Қой, итпе сен. Қой, итпе. Ал енді бәріміз бірге осыны қатты үрлейміз, 1, 2, 3 деген тез үрлеу керек. Бұны тез үрлеу керек, түсіндіңдер ма? Егер кешек үрлей алмай қалсаңдар, онда болмай қалуы мүмкін. Түсіндіңдер ғой, Давай, Амалика, 3 дегенде үрлейсің, дейсің, Давай, 1, 2. Яқта еш нәрсе жоқ па? Көрдім айтайын ба? Короче, яқта жолдан біреу кетіп тез жүгіріп өтті. Далаға шығып көреген. Тура осы сәтте біз далаға шығайық деп жатқанда, мен вообще күтпеген бір жағдай орын алды. Түсіңдерші далаға.
жүріңдер ей жүрсеңдер. Қойыңызшы бір кездегі сияқты Не? ана бір кезде өтірік нәрселеріңізді айтып бізді қорқытасыз ғой. Жоқ, өтірік емес, рас көрдім, ол жүгіріп өтті. Жүр барып көрейік. Бәлкім ол подарок екен, ойлашы, чипсы, анау мынау жейтін нәрселер. Елес Аязата бола ма? Иә, Аязата тез озалады ғой, ода ана телепорт бар ғой, көте қалады. Чипсы анау жегілерің келмей ма? Чипсы берсеңіз де жей бармаймын. Сен жүр ғой. Сен жүресің ма? Жүрсеңдерші деймін. Тура осы сәтте қарындасым ең жақсы көретін нәрсе сол Twix. Twix келді десем бәлкім барады деп ойладым мен. Бірақ та Twix болады ішінде, Twix жейсің. Ой, Twixті өзіңіз жей беріңіз. Өтірік нәрселеріңізді, өтірік нәрселерімізбен бізді алдап шығарасыз. Жо, рас жейтін нәрсе бар. Онда мен жей берем бәрін. Жей беріңіз. Бермеймін мен сендерге. Өтірік нәрселеріңіз. Шықпайсыңдар ма? Шықпаймыз. Точно ма? Мен кетіп бара жатырмын. Жейтін нәрсенің бәрін жеп аламын әйтпесем. Жей беріңіз. Точно ма? Иә? Кете берем деймін. Кете беріңіз. Кеттім деймін. Кетеміз. Точно кеттім міне. Иә. Ойлан, соңғы рет үшкенен сайын. 1, 2, 3. Ойлан. Вообще шок болып отырмын, что менің пранкымның планы вообще жүзеге аспай қалды деген. Короче, мен қазір видеоны өшіріп оларға айттым, пожалуйста жүріңдерші, қалаған заттарыңды алып беремін, пожалуйста жүріңдерші дедім. Олар тұрып алды да просто айтты, жоқ керек емес, өзіңе ала бер, ол заттарыңды бізге вообще керек емес, сіз өтірік бір нәрселер жасайсыз да тағы да бізді қорқытасың деді. И көндіре алмадым никак. В общем, бір сөзбен мен планым жүзеге аспай қалды. Иә, күшті бола ма деп ойлаған, білдің. Көшеде ешкім жоқ, прикиньте. Көшеде прям ешкім жоқ. Мына екінші жақта ешкім жоқ. Өзім біраз қорқып жатырмын өз пранкымнан ше. Ну ладно, енді ар жаққа барып, бағанағы қара пакетімді алып, сосын барып ана микрофонды алып қайтайын болды. Өкінішке орай жүзеге аспады. Блин, болмады. Затым әлі орында екен. Иә, тура қалай таса кеттім, солай тура екен. Әрине өкінішті енді. Яқта бір шагайт еткен сияқты болды. Сіздерге естілді ма білмеймін. Естіңдер ма? Дауыс шығып жатыр. Короче, достар, сіздерге тез көрсете салайын, осының ішінде не болған. Әрине, как обычно, классический. Что-то қорқып жатырмын мен. Міне, мынандай жейтін заттар, чипсы анау-мынаулар. Сол алдыңғы видео сияқты типа сюрприз қылайын дегем. В общем, сол. Ал енді мен осыны бір келе жатыр маяқтан. Жай адам екен ғой. Өтіп кетсін. Мен көрмеймін. Қуама не бәрі? Қуама? Нормальный адам түнде келіп, мыняққа келіп, міне тура мына жерге келіп, өз-өзіне тура. Сіздерден үлкен кешірім сұраймын. Ну, енді мен видеоның басында ескерттім, что если қорқатын болсаңдар, негізі көрмей қойғандарың дұрыс деп. Но сендер енді до конца көріңдер, молодецсіңдер. Мен сендер жақсы көремін до конца көргендерді. Бұл, короче, кішігірім пранк болды. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бұл менің курткам, және де маған мынаяқта досым көмектесті. Короче, сіздерге арнайы осындай бір пранк стайын деп шештім. И осылай ұстадым. Надеюсь, сіздерге ұнады деген ойдамын. Енді бір сөзбен айтқанда мен сіздерді жақсы көремін. И ренжімеңіздер. Енді осылай болып қалды. Енді бәріқтарыңызға давайте.